Мен Алатау қаласы Заречный ықшамауданы номері 1 орта мектептің 4 сынып оқушысы Қайыржанқызы Нұржауғанмын. Жетекшім Смакова Айжан Бекбосыновна. Буынға бөліп оқимыз ертегі кітабын оқу арқылы мен оқуға көбірек жаттықтым және мәнерлеп оқуға дағдыландым. Үйде оқып жаттыққан оқушы дұрыс оқып, ертегінің мазмұнын өз сөзімен толықтай айтып бере алады. Оқушыны жалықтырмайды, әрі оқуға деген ынтасын, қызығушылығын арттырып отырады. Дұрыс оқуға үйретеді. Анаммен бірге, апайыммен бірге оқып үйрендім. Кітап оқуға деген қызығушылығым артты. Бұл буынға бөліп оқимыз ертегісі ғажайып буындар мен ертегілерден тұрады. Біздің дұрыс мәнерлеп жылдам оқуымызға жаттықтырады. Сондықтан мен 1-2 сынып оқушыларына ұсынғым келеді. Буынға бөліп оқимыз кітабындағы Қарлығаш пен Шөже торғай ертегісіне тоқтала кетейін. Бір тоғайда биік кәрі қарағай өседі екен. Оның басына Шөже торғай мен Қарлығаш ұя салып балапан шығарады. Шөже торғайдың балапаны ерке тота етіп өсіреді, ал Қарлығаштың балапаны елгезек, еңбекқор болып өсіпті. Күз түседі. Қарлығаштың балапаны жол қиыншылығынан қорықпай жылы жаққа ұшып кетеді. Шөже торғайдың балапаны теріп жейтін дәнге сеніп бақта қалады. Қыс түседі. Не азығы, не бас шығар, панасы жоқ. Шөже торғай әбден ашығады. Аязда үсі бөледі. Көктем келеді. Қайта оралған Қарлығаштың балапаны шырылдап бақ ішіне құрдасын іздей бастайды. Таба алмай жылап отырғанда кәрі қарағай былай депті: жылама Қарлығаш, Шөже торғайдың балапаны жалқау болды, еңбек етпеді. Сөйтіп аштан өлді. Еңбексіз тіршілік жоқ, соны біліп қой депті. Бұл ертегі бізге еңбекқор болуға, жауапкершілікті сезінуге және болашақты ойлау керектігін үйретеді.